Астанада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарын тамашалау үшін автобуспен Түркиядан шыққан саяхатшы отбасы Астанаға жетті. Елорда әкімдігі ерлі зайыпты меймандар Бурак Дуран мен оның жары Идил Дуранды күтіп алып ерекше құрмет көрсетті. Бурактың айтуынша, көшпенділер ойындары түркі халықтары үшін өте маңызды оқиға. Сондықтан көне заманнан қалған ортақ мұраны дәріптеп көрсеткісі келеді. Идил де қазақ жеріне табан тірегеніне шексіз риза. Türk dünyasını hep birlikte gezmek istiyorduk. Түрк әлеміне саяхаттау арманымыз еді. Қазақстанда көшпенділер ойындары өтетінін естігенде бірден жолға шықтық. Біздің ойымызша көшпенділер ойындары әлемдік олимпиада қатарында болу керек. Біз түркі елдеріне жалпы алғанда жаһан жұртына бұл ойындардың қаншалықты маңызды екенін көрсеткіміз келеді. Астанаға келуіміздің бірден бір себебі де осы. Hep yanımızdaydı Kazakistan sağ olsun. Bazı şeylerimizin hep Қазақ халқы бізді өз туғандай қарсы алып жатыр. Сапар кезінде бәрі бізге іні, аға ретінде қол ұшын созып көмектесті. Сол үшін өте қатты ризамыз.